Достар, елімізде кәсіпкерлерді қолдауға арналған мүмкіншіліктер бойынша таныстыруға рұқсат етіңіздер. Бүгінгі таңда кәсіпкерлікті дамытудың 2020-25 жылдарға арналған ұлттық жобасы аясында елімізде әртүрлі санаттағы кәсіпкерлерді қолдау бағдарламалары қарқынды жүруде. Аталған жоба кәсіпкерлікті белсенділікті арттыруға, кәсіпкерлердің өсуін жеделдетуге, жаңа нишаларды қалыптастыруға, сонымен қоса бәсекелестікті дамытуға бағытталып отыр. Мысалы, даму кәсіпкерлікті дамыту қоры Қазақстандағы микро және шағын орта кәсіпкерлікті белсенді түрде қолдауда. Аймақтар мен жекеленген салаларға арналған мақсаттағы бағдарламалар аясында екінші деңгейлі банктер арқылы жеңілдетілген несиелендіру, банктердің бизнесті дамытуға бөлінетін несиелерінің сыйақы мөлшермесін азайту секілді қолдау шаралары кәсіп істесем деген азаматтар үшін жүзеге асып жатыр. Одан бөлек жаңа бизнес бастау және дамыту үшін қайтарымсыз негізде грант та бар. Грант қаражаты ісін жаңа бастаған, жекеленген әлеуметтік санаттарға жататын азаматтарға өз бизнес әлеуетін іске асыруға, өндірісті жолға қоюға және дамытуға, сол арқылы өзін тұрақты табыспен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Кәсіпкерлікті қолдау шараларын ұйымдастыратын мекемелердің ішінде аграрлық несие корпорациясы қолжетімді және тиімді қаржыландыру жүйесін құру арқылы Қазақстан Республикасы агроөнеркәсіп кешенінің тұрақты дамуына жәрдемдеседі. Балық берме, қармақ бер деген жақсы сөз бар. Кәсіпкерлерді мемлекеттік қолдау бағдарламалары тек дайын кәсіпті демеуге емес, кәсіпкерлік негіздерін оқытуға бағытталған. Оған дәлел бизнес бастау жобасы. Жобаның мақсаты өзіңізді жұмыспен қамтыған және жұмыссыз халықты кәсіпкерлікпен айналысуға тарту арқылы ауыл тұрғындарын экономикалық белсенділігін арттыру. Құрметті достар, жоғарыда айтылған мүмкіншіліктерді қолданып, кәсіпкерлікпен айналысуға шақырамын. Кәсіпкерлік үлкен еңбекпен батылдықты қажет етеді. Батылдық пен батырлық қанымызда болған соң, бәріңізді кәсіпкерлікпен айналысуға шақырамын. Қаржылай тәуелсіз болып, еліміздің еңсесі тік, қадамы нық болсын. Сәттілік тілеймін.